Konser bitgan kez apalar kelib maqbal Mine Gülcan'ın maması. Men balam bloger qo'y. Günüge televizyonda ko'rib o'tiramiz. Ay shuni men Aygul'dan alasın mı kelinge almaysın mı? Çok Cevap ver, cevap ver. Cevap ver, Aygul'da alan, Aygul'da alasın mı? Balamın atsa alam dedi. Aytdı kişi ayttınız. Atsa alamız. Alındı. Әйтеуір шүкір Алла деп көшіп орналасып алдым. Квартирам бүгін тауып, на место сөйлесіп, хозяин да жақсы кісі екен. Бірден сөйлесіп, давай деп. Сонымен көшіп кеттім. Өзіме квартира қатынады. Қатты күшті емес, қатты жаман емес. Средний ремонтпен, әдемі, былай уютный деген сияқты ғой. Өзіме жақты бірден келген кезінде, көрген кезінде бірден сразу все алам дедім. Анда көп іздеп жүрген жоқ бұл жағынан. Бірақ көшу кішкене қиындау болып кетті енді. Зат көп деген сияқты әйтеуір көшіп алдым бірақ. Сонымен қазір заттарды жайғастырғым келмей шаршап отырмын. Былай арасында баханди жеп жатырмын. И қазір Таразға шығуым керек, еще жарты сағаттан кейін сағат 11-де Таразға шығуым керек. Балаларды алып келуім керек. Сонымен болды. Көңілім тынышталады сонымен. Алматыдан бүгін Байқоңырға келіп, шығарша өлейін десек, досым келіп дастархан жеп қойыпты. Шаңырағына келіп, тамақтанып, әңгіме дүкен құрып, кезіндегі бүлдірген косяктарымызды еске алып, қазір әңгіме дүкен құрып отырмыз. Керемет отырыс болып отыр. 10 жыл бұрын косяк болған. Рахмет, тексеріп қош келдіңдер. Үйттіңдер. Барлықтарыңызға қайырлы кеш достар. Енді мен эфирден кейін шығып, негізі жаяу қайтып бара жатқанмын. Алматының пробкасына машинамен жүру қазір вообще қиын ше. Мен кейін лучше жаяу жүріп қайта салайыншы деп жаяу кетіп бара жатсам, мен барлығы стаництарға көптен көрмеген ашконды көріп қалған соң жолдан ше. Мен өзім шок болып қалдым, негізі алдынан шығып қалдым. Мына жақта Дариға бар. Дариға енді ол ашконның подругасы. Сонымен жолығып, енді тамақ ішіп жатқанымыз бар. Прям уже вообще жолықпай кеттік қой негізі. Мен даже универге де бармаймын қазір дегендей. Сонымен енді әңгіме айтып, тамақтанып, қайтатын боламыз. Сол короче. Мен тамағым, комтағы. Бүгінгі күндеріңіз қалай өтті? В целом біз эфирден шығып, Боташка бар, қасында күшті бір өзіміз сырласып отқан жайымыз бар. Жақсы бір жерге келгеніміз бар. Опа, көңіл-күй қалай? Күшті. Жақсы ма? Летникте отырмыз, Махараттамыз. Керемет летнигі бар екен. Қазір мәзірлердің барлығы көрсететін боламыз. Атмосфера қалай? Жақсы, күшті. Күшті отыр ма? Әзірге осындамыз, қазір достарымыз келеді бұйырса. Қалайсыз? Жақсы, бауыры. Летнигі қандай екен? Күшті екен. Летний кайф атмосферасы. Әдемі. Заведение вообще кайф. Бәрін чулап жүріп шатыр тіктіріп алды бағыт екен. Менің басыма жаңбыр тиеді. Қазір өзінен тіктіріп береміз, е? Сендерге ғана түсіп тұрған ғой. Қалай? Күшті. Күшті ма тамақтары? Күшті. Жұмыстамын, құдай салмасын десем. Ерсін демалыс берсем, менде выходной. Мен негізі пассивный отдыхтарды жақсы көремін, бірақ именно біраз болып мен үйде жатып демалып жүргеніме бір жаққа шығу керек еді. Но шығатын адамдар барлығы Қызылордада, бірақ Қызылордада шығатын жер жоқ. Алматыда шығатын жер көп болғанмен құрбыларым жоқ жанымда, то есть шығатын адамдар да жоқ деген сияқты. Сол продуктивно өткізу керек еді сондай бір күнді. Жанымда осындай әдемі гүл бар. Кімнен деп барлығы енді сұрап жатыр екен. Ассалаумағалейкум, мектеп бітіргеніме бүгін 10 жыл. Қазір мен сіздерге бір 10 жыл бұрынғы фотоны салсам, енді 10 жыл емес, 15 жыл шығар, 15 жылғы фотоны салсам, шок боласыздар, енді ха-ха болайын деп тұр. Бірақ дайын болыңыздар, жүйкесі ауыратын, кішкене стресі бар адамда лучше көрмей қойыңыздар бұл фотоны. Қазір салам. 85-ші мектепте оқығам, мынау біздің класс болған. Қазір классқа кіріп көреміз кім бар екен. Саламатсыздар. Осы біздің кабинет, осында оқып, осы жерде білім аламыз. Тура, ана жерде кім отырады сіздерде? Ана жерде ма? Ана осы жерде. Аяғыңыз. Молодец. Мен сол жерге отырмын. Алматысындағы құрметті оқушылар, отыра қойыңдар.
өмірде көп көмектесті дейді. Біз бастауыш кезімізде де, жоғары класс кезінде де Гүлжахан апайымыз жасаған дисциплинаны бізге қатты үйреткен, тәрбие, дисциплина, жауапкершілік көп осы кісілерден үйренгеннен кейін қазір сол өте көп көмегін тигізіп жатыр. Жұмыста да болсын, басқа жерде де болсын, дисциплина, тәртіп ол кез келген жерде көмектеседі. Осы нәрсені сіздерден алдық. Көп рахмет. Қосып қошеметтеп тұрыңдар иә. Ал қошет. Қалуым бауырыма жетістік ба? Есімім Қошет. Есімім Қошет. Танысқан қуаныштымын, көріскенмен қуаныштымын сіздермен. Сонау Алматыда бұл 10 жыл болады дегеннен кейін келіп жатырмыз. Мектепте де сіздерді қатты сағынып қалыппыз. Өзім туралы айтатын болсам, қазір өзімнің әйелім және 2 балам бар. Кеше жақында ғана қызды болдым. Алматыда жұмысым сол творчество жағынан біздер проект әр жақтан ұйымдастырып жүрміз. Неше подписчигің бар? Қай жақта? Инстаграмда, тиктокта 490 мың, инстаграмда 281 деген. Намашаны. Яғни сіздердің сыныптастарыңыз осындай үлкен ауқымды аудиториямен жұмыс жасап жатқаны біз үшін мақтаныш, мысалы үшін ше.